Қызылорда жайлы айту керек па? Негіз бізде Қызылорда туралы әңгіме деген өте көп қой. Кез келген нәрсе жетеді. Мен адамдар туралы айтайын, біздің адамдар негізі ерекше. Мысалға, басқа жақтан келген адамдар бізді түсінбей қалуы мүмкін, бірақ біз бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Тағы да бірден керек па? Иә, нені қайталайсайшы? Өткендегі дей ма? Иә, бірақ несін азырақ қыласың ғой. Болды, ананы атменен жаса салайын ба? Сол атмен жаса, бірақ андай қылмасын. Андай білесің ғой сен? Несін кішкене андай қыласың ғой. Болды, соны қайталашы, өтініш. Не туралы айтып отырмын? Иә, жалпы біздің жақтың адамдары, біз енді бір-бірімізді ым-жыммен түсінеміз да. Сосын кейін біз жақ өте намысшыл. Айтама, до конца істегенше қайтпайды ғой. Осы әңгіме туралы бір оқиға есіме түсіп тұр. Айтып берейін, бірде мынандай болған. Hello, my bro. How are you? Hi, bro. I'm good. What about you? I'm very good. İyiydi. Max, bro. Қалайсың? Өте жақсы. Мақалаңа не жаздың? Адамдар жаздым. Жігіттер жаздым. Жігіттер? Иә. Қалай? Қызылорда жігіттері very sentimental. Осыларша ауызша сөйлесе бар ғой. Сексуальный істеді да, Америка жабай ғой, бро. Тоқташ, very sentimental деген не ғой? Very sentimental. Аударса назик. Жігіттер назик. Нәзік? Қалай нәзік? What the fuck? What you say to me, man? Game you game over, man. What the fuck you want? Бергіш, Бернард, есінде болсын. Қызылорда және жігіттер деген сөз қатар келсе, үшінші сөз никак нәзік бола алмайды. Түсіндің ба? Түсіндім. Жүрші құлай қарай. Нәзік деп қояды ғой ма? Мен өзім әрең штаттан хочешь, я ему ногу прострелю. Қоя бермеш, тоқташ. Қойшы болды. Короче, былай істейміз. Өткендегі жерге алып барайық та. Қай жерге? Алматыдан қыздар келді ғой. Корейский ресторан ма? Давай ма? Короче, былай істейміз. Сен барып шаруаларды тындыра бер. Ал мен ақсаусақта қалан бірге жерін көрсетіп қойтайын. Окей. Sorry, please. Кеттік. Жүр, қалан бірге жерін көрсетіп қайтамыз. Қайда барамыз? Көресің қазір, отыр. Ремень тағып ал. Міне осы жер Батырхан Шөкенов атындағы саябақ. Өте әдемі екен. Батырхан ағамыздың әндерін тыңдаған шығарсың? Тыңдадым. Мен қазақша үйренгенде отан ана өлең тыңдадым. Вот, сол кісі Қызылорда туған. Бұрын мына жер Пимпарк деп аталатын. Ал енді қазір Батырхан Шөкенов атындағы саябақ. Мен ойладым, Қазақстанда тек қала аты өзгереді. Ол ештеңе емес. Біздің Серік бар ғой? Сол Қытай кезінде Соколек деген. Мектеп кезінде Тәпішке, сосын үйтіп енді Серік Голливуд болды ғой. Тәпішке ол? Тәпішке мықты жігіт деген сөз ғой. Серік мықты. Иә, good. Мынау Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадионы. Бұл жерде біздің мақтаныштарымыз Қайсар футбол клубы өнер көрсетеді. What does mean Қайсар? Енді Қайсар деген бұл мықты, батыр, батыл деген сөз ғой. Иә, сондай ғой. Түсіндім. Түсіндің ғой? Қайсар ол number one. In Premier League. Премьер лигада one. 7 рет one, бірақ жүректе number one. Қалай? FIFA. Барселона. Қайсар. Жүрек Қайсар деп соғады. FIFA-да Қайсар бар? Қайсар жүректе бар. FIFA-да бұйырса. Окей. Түсіндің? Түсіндім. Ау, Сека. Болды. Қазір барамыз. Қардың ашқан шығар, Иә. Серік дастархан дайындап қойыпты. Жүрмей саған Қызылорданың международный қала екенін көрсем. Күшті. Кеттік.
Вау. Annyeonghaseyo. Hoş geldinizler. Төрлетіңіздер. Ассалаумағалейкум, Сараньо. Бұл Қызылордадағы Korean ресторан. Қызылорда Корея ресторан көп екен? Әрине, оның да өз тарихы бар. Кезінде 38 жылдары Корей ұлтының адамдарын жер аудару кезінде Қызылордаға жібереді. Содан олар уақыт өте келе осы жерге үйреніп қалады, ұлттық тағамдарын дайындай бастайды. Сол үшін Қызылордада Korean тамақтарын дерске жасайды. Даже Korean президенті Қызылордаға шок болған ғой. Не деген білесің ба? Не деді? Оказывается, корейский тамақтар Кореяда емес Қызылордада екен ғой. Все, мен Қызылордада қаламын деп сомнение ұстаған ғой. Really? Даже ана Жумонг сериалын бар ғой, осы жерде түсірген ғой, бро. Вабанктағы киімнен білесің ба? Міне осының ішінде қайтыс болған. Ойнап айтам, кетті кешір. Let's go, bro. Бәрін дайындап қойдық. Бастаймыз, а? Бастайық. Ас болсын. Былай батырамыз. Ага. О. Бернардқа асатайық. Асатайық? Асату. Қазақтың дәстүрі. Көрсетемін қазір. Окей. Аш болсын. Thank you, brother. Қалай екен, бро? Өте дәмді. Very delicious. Негізі, мен саған айтайын. Қызылорданы күріштің отаны деп бекер айтпайды. Кезінде кәріштер осы жерге көшіп келгеннен кейін күріш өсіре бастаған. Содан біздің қазекеңдер күрішті қалай өсіру керектігін көріп алған. Негізінде бар ғой, біздің қазақтар бірдеңені үйреніп алса, айырып жұмыс істейді ғой. Күріштің атасы кім екенін білесің ба? Абылай Жақаев, рекордсмен, кәрістердің өз ертең қалған. Айтпақша, біздің Қызылордадағы кәрістер қазақ саған судай. Макс, Витя кім жүр? Кім? Кім емес, кім. Кәріс мафиясының бастығы Витя кім, қарама. Көзіне қарасаң, киім овер боласың, бро. Потом сос тебе не помогает. Ты чё мне здесь счет принесла? Не знаешь, что такое? Сека керек емес. Сека. Макс, бро. Макс, сен қашан қоямыз осындайды? Алдында анау қызды сындырам деп пазорын шашып кеттіңдер. Ендігім үшін
Америкадан келген журналист қой, бро. Енді Америкадан келген журналист сындырып алайын деп пе едіңдер? No, бұл біздің Қызылорда жайлы мақала жазбақшы, бро. Жазса не болыпты? Енді Қызылорданың жігіттерді әзіктеп қойды, бұлай емес екен дәлелдегіміз келді. Олай болса, көзінше төбелесу керек еді ғой. Атакше Қызылорда үшін бір-екі удар алуға дайынмын. Респект, бро. Не ғой, сосын ше, жігіттер, келесі жол ше, мынандай кино ойнап қойып қояқшы, өтініш. Болмаса ше, бір басқа сценариймен келейікші. Мынау банальный ғой. Неге банально? Нормальный сценарий, бро. Болды ма, бітті ма тірлеп? Рахмет. Ана американецтердің бар ғой, бұтына жібіп қойған сияқты ғой. Енді нәзік деген сөзді мәңгіге ұмытты ғой. Ертеңше Қызылорданың кәрістерін чорт деп жазып жүрмейсің. Братан, уайымдама, именно Витя Ким достоин деп жазғызамыз. Рахмет көп. Счеттарын төлеп береміз ғой өзіміз. Жігіттер! Жігіттер ба, нәзік емес! Жындысың ба не? Кеміз, ауыз, кеміз, сек, ауызташы! Жіберші! Жіберші! Сендер төбелестіңдер? Енді төбелеспегенде далаға шығып сөйлесіп қойды дейсің ба? No problem, bro. I'm of course. Сен Макгрегор. I'm today, bro. Максен, спортпен айналысқансың? Енді чисто для себя ғой енді, өзіміз ғой. Жігіттердің сорыңды апарып қоя салыңдаршы, жүрші тамақ ішейікші. Осындайлар бар ғой, аяқ астында пайда болатындар ше. Корейский кухня жақсы ғой, бірақ жылқының етіне жетпейді. Макс, bro, you're way crazy. Ал, Серік, сен тапышке. Просто друг бала болып тұрсын да, әйтпесе басыңа секіріп тастайтын ем, бро. Күн шығып тұрса да дала салқын, я, бро. Мен ойладым, күн ыстық болады. Соны жазамын. Жаза берсе енді. Қалай жазасың? Сезу керек. Оны сезін үшін жазда келу керек еді, бро. Жоқ, Қызылорданың жазын сезін келе ма? Кеттік онда. Қайда барамыз? Іші көктем сияқты беру керек, Міне, примерно май айы, көктемнің аяқ жағы. Қалай? Жақсы. Жақсы ма? Жақсы. It's okay, bro. Міне, мынау июнь, маусым айы. No. Міне, бол, тағы. No. That's enough, bro. That's enough. Міне, мынау нағыз жаз. Қайда кеттік е? Қызылорда, міне, нағыз жаз кел. Кеттік ба? Досым, маған не керек білетін сияқты. Қыс. Winter? Ой, Макс, сендер тез шомылып шығамыз дедіңдер ғой, нені? Шығамыз, ойындамашы. Тезесіңдерші. Қонақтар резерв алып қойған ғой, тезірек келеді қазір. Солар келсе қанна. Өткенде де ақты ғой. Ішінбеген жоқ қой. Шығамыз қазір ойындамашы болды. Болды енді тезірек болыңдар. Болды, шығамыз. Шатам қалай? Сен әлі августайы көрген жоқсың ғой. August, it's too normal, bro. Thank you. Мына жерде не болып жатыр, балақайлар? Сендер бүйтіңдер. Мына жерде тез-тез киініп алып, кетіп қалсаңдаршы. Қалай кетіп қалыңдар? Біз демалып жатырмыз. Резервтің не екенін білесіңдер ме? По факту келгенде өздерің кешіп қалдыңдар ғой. Ең бастысы келдік қой.
Қағылы былай ғой. Мынау досым, есімі Бернарды. Америкадан келген қонақ. Енді біз соған Қызылорданың жігіттері қалай баняға түсу керектігін көрсетіп жатырмыз. Сендер ма? Сендер бар душқа түсіңдер, суретке түсіңдер, ал парды бізге қалдырыңдар. Ой, кім сендер ма? Сендерге жүректерін ұстап қалайын тұр ғой. Барып, одан да пенсияларында алып шөгірелер қызын көрмейсіңдер ма? Сендер адамнан шығып жатқанда, біз пардан шығып жатқанбыз. Ал біз парға ұзақ отыру жағынан чемпионбыз. Біз әлі ешкім жеңіп көрмеген. Йоу, young man өспей ма? The cookie теспей ма? Дау былай істейік. Біз жеңсек, үшеу қарттар үйінен қайқаясыңдар. Раунд! Ал егер біз жеңсек, біз осы жерде қалып демаламыз. Ал сендер шөт төлеп кетесіңдер. Келістік? Келістік. Жүр. Салқын сияқты. Беру керек па? Бер. Осындастық деп тұрсыңдар ма? Бізге салқын тиіп қалып жүрмесін. Қой. Жете, жандарыңды қинап қайтесіңдер. Біз Афган көрген жігіттерміз. Біз әлі ұзақ отырып демаламыз. Сендер Афганда жүргенде біз Қызылорданың ыстық топырағына жалаң аяқ жаланып жүргенбіз. Бер. Одан да сыртқа шығып карт ойнамайсыңдар ма? Парды қайтесіңдер сендер. Карта бізден қаған. Парлатамыз ба? Парлатайық. Бер. Мына картаны кім таратқан? Мүлдем ыстық емес қой. Бер. Кім таратса да бізге бәрібір. Темный. Екеу, бер! Goodbye, my bro. Қайда кеттің, Екеу дейсің ба? Бұздым, төртеу. Қой! Бұздыққа наказание, вон! Бро, sorry. Картаға жоқ кім. Достым, мистер, достым жүрмі, қайда кеттің, Бауырым. Әбден қиналдың ғой. Біз әлі үшеуміз. Сосын бізде 30. Қой! Тоқта. Сендер үшеусіңдер ма? Жерде 30 ба? 31! Вертолет! О, көкелер, келіңіздер, төрлетіңіздер. Тойлетін болдық қой. Ананың іші отыруға мүмкін емес қой, құй. Ана достарың бар ғой. Таза псих. Қайтпайды екен. Хорош, Макс, найс. Максат жынды? Жынды. Көріп тұрғандағыдай. Where is Max? Не дейді? Ал, жеп отыра беріңіздер. Все, Макс, шыға бер, біз жеңдік, we are the champion. Макс, біз жындық. Макс, сынап біз. My bro, не істейміз? Сынап. Макс, сынап біз. Макс, go. 1, 2, Макс, Макс! біз жындық. Ал жігіттер, мен сендерге ең бастысы жаңа денсаулықтың ағылшыншасы қалай еді? Health. Вот, health тілеймін. Егер health болатын болса, бәрі good болады.
Ал, сондықтан жігіттер, мына кеседегі шайымыздан алып қояйық. Шешенің ағылшыншасы қалай еді? Қалай, ұнады ма? Yeah, absolutely. Өте күшті. Лайк басасың ма, бро? Рэпаз жасаймын. Ой, хорош, бро. Онда қайттық. Мен бірінші тасап көтесің ғой, бро. Қайда барасың? Мені осы жер апара аласың? Ой, надо будет сен Чикагоға апарам ғой. Но по пути Голландияға кіріп, бір қазақ алып шығайық. Әзіл. Қазір бензин қымбат қой. Бірінші акиматқа тұрып алайын, сосын Голландияға апарам. Міне, мына жер. Бұл жерде не бар еді? Жай, ештеңе. Мен кіремін, шығамын. Сен осында күт, окей? Окей. Сау бол, Мақсат. Біреу жүздедіңіз ба? Е, осы жер балалар үй? Қайдағы балалар үй? Бұл мектеп? Қалай мектеп? Осы жер балалар үй болу керек? 7-8 жыл бұрын тастанды балалар үйі болған. Е. Ол жабылып қалған. Қазір мектеп, кәдімгі мектеп. Сондай балалар үйі жоқ? Балалар үйі жоқ. Қазір мектеп. Рахмет. Жақсы. Бернард, не болып қалды? Осы жер балалар үй болу керек. Қазір балалар үй емес. Балалар үйі? 16 баста қалған қашан? Қызылорда Қазақстандағы жалғыз балалар үйі жоқ қала. Өйткені біздің қалада бала тастап кету деген западло. Оны не үшін іздеп жатсың? Мына адресті қайдан алдың? Charity жасаймын ойладым. Қайырымдылық ойладым. Ол қайырымдылық жасаған кесе мешітке барсай? Жақсы. Енді қайда барамыз? Хотел барайық. Болды, кеттік. Қызылорда тарихы өте бай қала. Тіпті әр көшесі туралы түрлі аңыздары бар. Бұл қалада көптеген ұлт өкілдері тұрады. Олар өзара бір-бірімен келіспей қалуы мүмкін. Бірақ қанша сөзге келсе де, араларында ұлтаралық бөліну деген мүлдем жоқ. Өйткені олардың бәрі қызылордалық. Қызылорда эмоцияларға толы қала. Мұнда сен бір күнде түрлі эмоциямен таныса аласың. Бақыт, мұң, қорқыныш, ашу деген сияқты. Ең бастысы, Қызылорда жігіттерін ешқашан нәзік деп атауға келмейді. Біріншіден оларға ұнамайды. Екіншіден олай емес екенін дәлелдеу үшін барын салады. Өйткені бұл жақтың жігіттері алған бетінен қайтпайды. Кез келген адамнан Қызылорда туралы алғаш ойын сұрайтын болсаң, ол ыстық деп жауап береді. Бірақ менің түсінгенім қала емес, адамдар ыстық. Ал мен өзімнің негізгі мақсатыма жақындадым ба десем, алыстағандай болды. Бірақ мұңаюға болмайды. Басқа да әрекеттер жасап көру керек. Бәрі де әлі алда.
there are plenty of opportunities ahead. Солай, бізде осындай да оқиғалар болған. Сенбейсіздер ма? Онда Қызылордаға келіңіздер.